Армысыздар, бүгін 2022 жылдың 12 мамыры үкімет ғимаратындамыз. Кеше Шығыс Қазақстан облысының Зайсан ауданында халықтың газ мәселесі біршама талқыланып жатыр. Энергетика министрлігінің өкілдері, сол жердегі газға жауапты компаниялардың өкілдері жиналыс өткізген. Сол Зайсандағы жергілікті белсенді азаматтардың айтуынша, сондағы халық газ экспортын бір жолата Қытайға тоқтатып, сол жердегі газ құбырын кесуді талап етіп отырған көрінеді. Енді біз ол жиында болған жоқпыз, нақты мән-жайын білмейміз. Дегенмен сол жердегі негізгі талап бойынша энергетика министрі Болат Ақшолақовқа сұрақ қойдық. Зайсанның газ қоры жайлы, және өздеріңіз білетіндей, бірнеше жылдан бері Күршім мен Тарбағатай аудандары бізге де газ тартса деп ниет тілектерін, талаптарын айтып жүр. Ол жөнінде энергетика министрлігі не дейді? Тыңдап көрейік. Осы кеше ғана тұрғындармен кездесу өткізілді. Менің орынбасарым қатысты болған, және әкімнің орынбасары болып бірге. Сонда сол экспортты тоқтатамыз. Қазір арнайы бір ерекше комиссия құрамыз, жергілікті тұрғындармен бірге. Егер олар оған экспортқа келісетін болса, ол жалғастырамыз. Егер келіспейтін болса, оны Зайсанда жалпы газ қоры қанша жылға жетеді? Және ол көрші аудандар сұрап жүр ғой, Тарбағатай, Күршім, ол қашан тартылады мысалы? Тартылуы мүмкін бе? Қазіргі қалған газдың көлемі 300-400 миллион текшеметр құрайды кең орында. Ал жылдық тұтыну Зайсан ауданында 20-25 миллион текшеметр. Табиғи газ. Сондықтан былай санағанда 11-12 жылға жететін газы бар, бірақ бұны біздер ол да шектеулі. Ертең орын енді газын таусылғаннан кейін газбен не істейміз деп мәселені көтеріп жатырмыз қазір. Әрине біздер газбен жабдықтау мәселесі, бірақ оған уақыт керек. Егер жергілікті әкімшілік осы қалған шектеулі көлеммен айналада аумақтардың бәрін қосатын болса, онда бұл газ 11 жыл емес, ол 5 жылға дейін жетпеуі мүмкін. Сондықтан айтамыз, бұны қазіргі алдымен жұмыстарымызды дамыту жолын бермей қойыңыздар. Қазіргі уақытта құстардың көлемі жеткілікті 10-11 жылға газы бар. Егер келесі аймақтарды газдандыруға сол газбен жабдықтау мәселелері шешілгеннен кейін соларды енгізуге. Жергілікті тұрғындар сол Қытайға экспортты тоқтату керек деп отыр. Тоқтаттыңыздар. Bir жолата ма, жоқ әлде? Bir жолата тоқтаттыңыздар ма? Толығымен әлде алда? Мен айттым, осы қазіргі кеше кездесу барысында комиссия құрамыз деп шешімге көзіміз жетті. Соған бұл әкімшілік пен министрлік және тұрғындардың қатысуымен болатын комиссия. Егер оларға түсіндіріп берейік, егер олар айтса, қалай болса да біздер тоқтатып боламыз деп айтатын болса, онда біздер тоқтатасыздар. Жақсы, рахмет. Күні кеше Зайсан ауданының әкімдігі Facebook парақшасы арқылы Қытайға газ экспорты тоқтатылған хабарлады, бірақ тек уақытша. Енді біз сол Зайсан халқының мүддесіне сай келетін тиімді шешім қабылданар деген үміттеміз. Егер министр айтқандай шынында да ол жерде комиссия құрылса, сол Зайсандағы халықтың үнін билікке жеткізе алатын азаматтар комиссияға кіріп, сол жердегі тұрғындардың мүддесіне сай келетін шешім қабылдауға атсалысар деген үміттеміз. Зайсандағы газ мәселесі жөнінде қысқаша жаңалықтар осындай.